Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай ақ агаттан браслет жасайтын боламыз. Двойной браслет. Және бізге керекті заттар осындай ақ агат керек. 8 размер, 8 размер агат натуральный. Резинка толстой. Резинка қажет толстой кішкене. Және де кулон қолданамыз. Размерін бәрін описаниеға жазып қоямын. Бейл болады для кулон и для браслет. Вот это для браслета. Бұл браслетке арналған бейл. Және де осындай межбусы, жұлдыз тәрізді звездочка межбусы. И бір колечке қажет, кішкенерек размер жағынан. И осындай для бисера ине керек. И қайша. Енді бірінші резинамызды аламыз. Резинканы екі қабаттаймыз. Бірінші бір браслет жасаймыз. Екінші браслет жасаймыз. Алдық. Өз қолымызға бүйтіп өлшеп аламыз. Міне. Ұзындау былай аламыз. Ұзын болу керек. Так, кішкене тартамыз резинканы. Міне. Енді агаттың бәрін төгіп аламыз. Төктік. Біріншісіне артқы жағын жасаймыз. Артқы жақ браслетке, екі браслеттің біреусіне осындай межбусы қолданамыз да, екіншісіне осы кулонны бейл кетеді. Бастаймыз. Енді мына 5 моншақтан кейін тағы да осы межбусымызды өткіземіз. Агаттарды түсеміз. Жылжытамыз. Керекті заттар деп описаниеға жазып қоямын. Соның арасынан керекті заттарды табасыздар. Жазып қоямын барлығын, не қолдандым, қанша штук кетті, размерлерін бәрін жазып қоямын. Қалың резинка аласыздар, сол қалың резинканың өзін екі қабаттайсыздар. Әр жасаған затыңызды сапалы қылып жасауға тырысыңыздар. Клиенттеріңіз бір жағынан көп болады, еңбегіңіз ақталады деп ойлаймын. Көреміз. Міне. Енді бір екеу өткізіп жібереміз тағы да. Екеу өткізіп жібердік. Енді көреміз. Міне. Келіп тұр бір-бірімен. Осы мынау межбусы осы алдыңғы жағына қарай келу керек. Негізі разница жоқ. Алдыңғы жағына бәрібір резинка қылып жасағанда домалақ өзіңіз қаратып алсаңыз болады керегінше. Бітті. Енді мына жағынан қиямыз. Енді иненің аластарда енді мына жағын байлайсыздар. Екі рет байлайсыздар. Бірінші рет байладым. Міне. Байлағаннан кейін қатты тартыңыздар. Екінші рет тағы байладым. Міне, қатты тартасыздар. Тіптім үш ретте байлап жіберуге болады. Міне, енді үшінші рет байлаймыз. Міне, қатты тартамыз, түйінін кішірейтеміз тартқан кезде, түйіні кішірейту керек. Енді мына жерден қиып тастаймыз. Міне, енді мына түйілген жерін, міне, мына агаттың ішіне қарай кіргізуіміз керек. Міне. Міне, бірінші білезігіміз дайын. Енді қасына екіншісін жасаймыз. Тағы да осы инемізді аламыз. Бұл заттардың бәрін фурнитура сататын магазиннен алсаңыздар болады. Екі рет қабаттайсыздар да қолыңызға өлшейсіз. Мына жерден қиып тастауыңызға болады. Ардығын алып тастаймыз. Енді осының размерімен бірдей болу керек.
мейлінше түйген кезде осы моншақтың екі моншақ бүйтіп келгенде түйсеңіздер болады. Мейлінше солай түйіңіздер, өйткені тура белдің тура тұсынан түймеңіздер, көрініп қалады. Моншақтың арасына кіргізіп жібересіздер, сонда көрінбей кетеді. Менің басқа да видеоларыма қарасаңыздар болады, қызық болса алқа жасау, және подписаться етіңіздер. Енді осы белді ғана өткізесіздер, міне. Өтті, енді осы агат бір нит, өзі осылай сатылады, бір нит береді, осы бір ниті осында бірақ кетеді. Натуральный тас, натуральный қолданыңыздар. Түсінікті емес жерлер болса комментарияға жазыңыздар, қай жер түсініксіз емес. Мен келесі видео түсірген кезде сол қателігімді түзеп жасайтын боламын. Міне, бір өлшеп алайық. Жетпей тұр тағы. Және де бірдей болу үшін мынаны санайсыздар. Қанша штук агат, мынада сонша болу керек. Екеуі бірдей болу үшін. Солай да жасасаңыздар болады, санап. Мына жерде 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 агат кетіп отыр. Мына жерде 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Міне, 20-20-дан кетті агаттан. Енді қолымызға тағы бір өлшейміз. Өлшеңіздер, міне. Көрдіңіздер ме, бірдей. Және қолды қатты қыспау керек, бос болу керек. Енді былай да өлшеуге болады. Мына жерге мен тағы бір моншақ қосып жіберейін деп отырмын. 21-ші шығып. Өйткені мына жерде 2 меж бар соның орнына. Міне болды. Енді мына жерді қайшымен қиып тастайсыз. Қидыңыздар. Енді жаңағындай 3 түйін қып түйесіздер. Біреу тақап тұрып. Бос қып жасамаңыздар, қатты тартыңыздар. Міне екеу. Міне үшіншісі. Енді мына жерден кесіп тастаңыздар. Міне, кесіп тастадым. Енді мына түйген жерін мына бір моншақтың арасына өткізіп жібересіздер. Міне. Көрдіңіздер ме? Енді мынаны қалай саламыз? Бізге осында 2 инструмент керек, колечкиді ашқанға. Міне, негізі ашық дайын тұр, ашып қойғам. Осылай өткізесіздер да, енді кулонды өткізесіздер. Енді мына колечкиімізді жабамыз. Жаптым. Міне, қараңыздар енді. Міне. Егер қолдарыңызға тар болып, клиенттің қолына тар болып жатса, сөгітіп жіберіп қайтадан жасайсаңыздар болады. Міне. Осындай. Және де осы браслетпен менде наборда осындай сырға болады, бублики. Ақ агаттың бублики болады. Осындай конго сырғамен, осындай дайын, осындай сатылады. Фурнитура сататын магазинде агаттан. Немесе осындай моншақтан жасасаңыздар болады, набор. Осындай бір набор мен жасадым.